Әлемді дүрбелеңге салған Ирак және Шам ислам мемлекеті, яғни ишим туралы естігенде қан сасыған майдан алаңы, ажал құшқан адамдар, қайғы жамылған бейкүнә сәбилер мен қара киім киген, жүздерінде еш мейірім жоқ бас кесерлер еріксіз көз алдыңа келеді. Есте сақтаңыз, оның дәстүрлі ислам дініне ешқандай қатысы жоқ. Ишим 2013 жылы тек содырлар негізінде құрылып, Сириядағы азаматтық соғысқа дербес әскери күш ретінде дүниеге келген. Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған лаңкестік ұйым. Олардың басты ұстанымдары: мұсылман емес адамды күштеп дінге кіргізу, оған келіспесе өлтіріп тастау керек дейді. Өзін мұсылманмын деген адам намаз оқымаса, кәпірдің үкімі өлім дейді. Мұсылман емес мемлекетте өмір сүрген адам Алладан басқаны құдай еткендер дейді. Басшысы намаз оқымайтын мемлекет кәпірлердің мемлекеті дейді. Өзін мұсылман санаған адам кәпірдің мемлекетінен мұсылман мемлекетіне немесе ишимге көшуі керек дейді. Намаз оқымайтын отбасыны тастау қажет дейді. Ер адам намаз оқымайтын әйелін талақ етіп, әйел өзінің намаз оқымайтын күйеуімен ажырасуы қажет дейді, және тағы басқа. Өкінішке орай, осындай насихатты естіген білімсіз азаматтар отбасын алып, көрсоқырлықпен Сирияға аттанып кеткенін жақсы білеміз. Санал адам мынаны түсінуі керек: дәстүрлі дін адамдарда бір-бірімен дос болуға шақырса, ишим экстремистік ұйымы соғысқа үндейді. Олардың атқаратыны зорлау, өлтіру, жаппай жазаға тартып, дарыға асу, ұрлық, мешіттер мен шіркеулерді қирату, әйелдерді жыныстық құлдыққа салу, балаларға зорлық-зомбылық көрсету және оларды ұрыс іс-қимылдарына тарту сынды ауыр қылмыстар. Қоғам экстремизм деген сөзді көп естігенімен, оның не екенін толық түсінбейді. Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мемлекеттің конституциялық құрылымы мен тұтастығына нұқсан келтіру, нәсілдік, ұлттық алауыздықты қоздыру, діни өшпенділікке шақырып, адамзаттардың қауіпсіздігіне қатер төндіру экстремизмнің әрекетінен. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес экстремистік қылмыстар үшін ауыр қылмыстық жауаптылық көзделген. Оның ішінде әртүрлі баптар бойынша 2 жылдан 20 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айыру жөнінде жаза тағайындалған. Ойланыңыз, экстремизм демократия емес, ишим жұмақ қақпас емес, ол адамзат баласына жасалған қаскүнемдік.